Сұхбатта не үшін ондай сөздер айттыңыз? Не үшін ондай сөздер айттыңыз? Қандай сөз? Менің сөзімді бұрмалап жіберу ол басқа мәселе. Иә, жоқ, жаңағы барлық ақпарат құралдарында таралып жатыр ғой, мессенджерде Димаштың дауысы қойылмаған деп айтты, өнерге жолын мен аштым деген сөздер. Мектебі жоқ. Видеосы да жүр, енді ешкім бұрмалап жатқан жоқ, видеоңызда жүр ғой сөйлеген. Жоқ, видеоның өзінде сіз айтасыз ба, ана жерде үзіп алып, соны бұрмалап жерген. Дауысы қойылмаған деген сөз сіздің аузыңыздан шықты. Дәл осы сөзді неге айттыңыз? Мектебі жоқ деген сөзді. Ұзаққа бармайды дедіңіз. Қалай айналдырып алсаңыз да сол 5-6 сөзді құрасаңыз сол сөйлем шығады. Неге айттыңыз бұлай? Қандай мақсатпен Дауысы қойылмағанын, оны мен кішкентай кезінде осы біз айтып жүрген кезде есіме түсті сол. Өзімнің жаңа мектепті ашам деген кезде ойладым, мынау жастарға, мен сол жерде сол сөзді қоспадым енді, айтылмай кеткені, кішкентай балалар бастапқы таңда жаңағы вокалмен айналысу керек. Мына нәрсені сұрағым келіп отыр, Әйгерім. Енді жаңа әріптесіңіз, редактор айтып жатыр, Меруерт Түсіпбаева осы сіздің сөздеріңізге қатысты мәлімдемесін жасаған екен. Ол жерде енді аты өшіп бара жатқасын, қайтадан бір қатын елдің есіне салайын деген шығар дегендей емеуріңмен айтқан екен. Менде тағы бір ой келіп тұр. Ана музыкалық мектеп ашам дейсіз, соған көбірек шәкірт жинау үшін бір бұрқ етейін деген жоқсыз ба? Енді осы біздің әрбір сөзіміз, ондай неге айналу мүмкін, енді елдің алдында жүргендіктен. Егер де осы жерде осы сөзді бір танымас бір адам айтса, ол сөз тарамас еді.